жылы қарулы күштер қатарына келдім. Сол келген сәтінен бастап еш өркінген емеспін, себебі менің қызметім, үнемі айтып жүрем, менің орындалған арманым. Әскерде әйел адам жоқ, тек әскери қызметшілер деп айтады, бірақ мен ол қиындықты қабылдаймын, өйткені саналы түрде әскери өмірге келдім. Бұл жерде біздің ең басты патриоттық сезіміміз жоғары болуды бағалаймын, себебі біз бұл қызметіміз болса, екінші жағынан бұл біз азамат ретінде біздің борышымыз, және соны абыроймен алып жүру біздің мақсатымыз. Әскери қызметте қызмет атқарып жүрген әрбір әйел адам мықты деп айтқым келеді. Сондықтан бұны біз қасқайып қабылдауға дайынбыз әрқашанда, және қарулы күштер өзінің елінің сенімді қалқаны деп айта аламын, және біз әрқашанда қызмет етуге дайынбыз.